алдыңғы сабақта физикадан кинематика және динамика бөлімінің бақылау жұмысының бір нұсқасын бастадық. Қазір сол бақылаудың 3-ші және 4-ші есептерін толығымен талдап орындаймыз. 3-ші есептің шарты: жеңіл автомобильдің массасы 2 тонна, ал жүк автомашинасының массасы 8 тонна. Егер жүк машинасының тарту күші жеңіл автомобильдің тарту күшінен 2 есе көп болса, олардың үдеулерін салыстыр дейді. Яғни есептің шарты бойынша түсінгеніміз, жеңіл автомобиль мен жүк автомобилі үдемелі қозғалыста екен. Үдеу туралы әңгіме болып тұрды. Ал енді сол үдеулерін салыстыру керек. Салыстыр деген сөз, қайсы автомобильдің үдеуі үлкен, қайсы автомобильдің үдеуі кіші, үлкен болса нешесе үлкен, кіші болса нешесе кіші. Осыны салыстыру дейді. Есептің берілгендерін сол жақ бағанға дайындап қойдық. Міне, жеңіл автомобильдің массасы М1 суреттен көрініп тұр, 2 тоннаға тең. Жүк автомобилінің массасы М2 8 тоннаға тең. Және есептің шарты бойынша жүк автомобилінің тарту күші F2, жеңіл автомобилдің тарту күші F1-ден 2 есе үлкен деп тұр. Міне, оны да жазып қойдық. Ал енді салыстыр дегенді қалай жазуын кейбір оқушылар білмей қалады. Осыған мән берейік. Үдеулерді салыстыр дегенде оны қалай жазамыз дегенде, сол салыстыратын шамалардың қатынасын табу керек деп жазу керек. Міне, осы өте тиімді болады. Жеңіл автомобильдің үдеуі А1, жүк автомобилінің үдеуі А2 десек, онда сол А1-дің А2-ге қатынасын тапсақ, біз ол екі үдеудің қайсысы үлкен, қайсысы кішкентай екенін, және неше есе үлкен немесе кіші екенін бірден айтуымызға болады. Яғни атап айтатын нәрсе тағы да айтам. Бұл екі автомобильдің жеке-жеке үдеулерін табудың қажет жоқ. Олардың үдеулерінің қатынастарын тапсақ жеткілікті екен. Не айырмашылығы бар деп кейбір оқушылар сұрауы мүмкін. Айырмашылық үлкен. Егер екі автомобильдің үдеулерін жеке-жеке табу керек болса, біз екі белгісіз табуымыз керек болады. А1 мен А2-ні. Ал екі үдеудің қатынасын табатын болсақ, онда біз бір-ақ белгісіз табамыз. Бұл өте үлкен айырмашылық. Осыны ескеру керек. Міне осындай есептің шартына түсініктеме. Ал енді теориялық кішкене кіріспе жасайық, қажетті формулалар жазайық, кейін қажетті формулаларды қорытып шығарып алайық. Автомобильдердің қозғағыштарының тарту күштері Ньютонның екінші формуласы бойынша жазылады. Оны жазбас бұрын бірінші есептің берілген шартын тағы да бір ескерейік. Міне, жүк автомобилінің тарту күші жеңіл автомобилдің тарту күші F1-ден 2 есе үлкен деп тұр. Енді түсінікті шығар. Енді жүк автомобилінің қозғағышы өте қуатты болады ғой. Сондықтан тарту күші 2 есе үлкен болуы, ол енді түсінікті болу керек. Бұған да мән беру керек. Есепті физикада шығарған кезде, шығару барысында шамалардың физикалық мағынасын, өмірге сәйкестігін аңғарып, түсініп отырған өте пайдалы болады. Шамалардың сан мәндерінің өзін
аңғарып, өмірге сәйкестендіріп отыру керек. Өмірде осындай болу мүмкін бе? Деген сұрақтар қойып отыру керек. Бұл қателіктерден сақтандыруға өте пайдалы болады. Менің осы айтқан сөзімді видеоны кейін қайталап көрген кезде абайлап қайта қойып тыңдап алу керек. Бұл өте маңызды мәселе. Әрбір физика есебін мүмкіндігі барынша өмірмен салыстырып, өмірге сәйкестендіріп, физикалық шамалардың әрбірінің мағынасын өмірге туралап отыру керек. Міне сонда ғана есеп шығаратын адам физик болады. Нағыз физиканың есебін физик шығарып отыр деп сонда ғана айтуымызға болады. Физиканың есептері ол математиканың есебі емес. Физикада әрбір санның өзі, әрбір шаманың өзінің өмірге сәйкес, өмірден алынған нақты мағынасы бар. Сол мағынаны ескермейінше физика есептері дұрыс және нақты шығарылуы мүмкін емес. Ал енді есептің теориясын жалғастырайық. Алдында айтқандай, екі автомобильдің қозғағыштарының тарту күштері Ньютонның екінші заңы бойынша жазылады. Оны бөліп жазып алайық. Жеңіл автомобильдің қозғағышының тарту күші ол жеңіл автомобильдің массасын оның үдеуіне көбейткенге тең. Ал енді жүк автомобилінің тарту күші ол жүк автомобилінің массасын оның үдеуіне көбейткенге тең. Ньютонның заңдарын әрбір оқушы төменгі сыныптардан бастап жақсы игеріп, өте мағынасын терең түсініп алса, бүкіл физиканың бойында, жоғарғы сыныптардың физикасында да, тіпті университеттің физикасында да көптеген физикалық құбылыстарды түсіну, физикалық есептерді шығару өте жеңіл болады. Өйткені барлық физикалық есептердің түпкі негізі Ньютонның үш заңы. Ньютонның заңы ол іргелі заң. Сол себептен атап айтып отырмын. Бұл заңдарды тереңірек түсінуге тырысу керек. Әрине, бірден болмайды ол. Біртіндеп кітап оқу барысында немесе есептерді шығару барысында Ньютонның заңдарын барынша тереңірек ұғына беру керек. Ол өте терең заңдар. Ал енді осы тарту күштерінің формулаларын есептің алғы шартына алып барып қояйық енді. Сонда бұлай болады. М2А2 тең болады 2 еселенген М1А1. Міне есептің берілген шарты нақтыланып жатыр. Бізге не керек екенін еске түсірейік. Екі автомобильдің үдеулерінің қатынасы керек бізге. А1-дің А2-ге қатынасы керек. Міне алынған тепе-теңдіктен сол қатынасты жазайық енді. Қарап отырып, бұлай жазуымызға болады. А1-дің А2-ге қатынасы алдыңғы теңдіктен қарап отырайық міне. Тең болады. Неге тең болатынын байқап қарайық тағы да. Ол мынаған тең болады. М2-нің 2 М1-ге қатынасына. Пропорция шықты. Пропорцияны қалай алдық дегенде, пропорция деген қатынастың негізгі қасиеті бойынша жаздық мұны. Яғни физиканың есептерінде де пропорцияның қасиеттерін, пропорцияларды түрлендіруді өте жақсы білу керек екен. Бұл әрине физика пәнін игеру үшін математикалық құрал сайман түгел болу керек деген сөз. Математикалық негіз болу керек.
математиканы жақсы білмеген адам физиканың есептерін шығара алмайды енді. Осында бір ескеріп өту керек. Ал енді бізге қажетті формула жазылды міне. Ол өте жеңіл шығады екен. Олай болса, сан мәндерін орнына қойып, есептей салайық енді. А1-дің А2-ге қатынасы тең массаларды тоннамен берген. Негізінде көптеген есептерде шамалардың өлшем бірліктерін халықаралық өлшем бірліктер жүйесіне өткізіп алу керек міндетті түрде. Мысалы, тоннаны килограммға айналдырып алу керек. Ал енді кейбір жағдайда берілген өлшем бірлікті сей жүйесіне, яғни халықаралық өлшем бірліктер жүйесіне өткізбей-ақ шығаруға да болады. Өйткені берілген өлшем бірлігі қысқарып кететін жағдайлар болады да. Міне не айтып тұрғанымды мына жерден көрейік міне. М2-нің орнына 8 тоннаны қояйын. 2, М1-дің орнына 2 тоннаны қояйын. Өлшем бірлігін әдейі жаздым міне. Неге мен ол тонналарды килограммға айналдырмағанымды көрсетейін деп. Өйткені тонна мен тонна қысқарып кетеді, олардың есепті шығаруға ешқандай зиян тимейді. Егер біз тонналарды килограммға көбейтіп, оның 3 дәрежесіне көбейткенде, бәрібір ол оның 3 дәрежелері мынау бөлшектің алым мен бөлімінде қысқарып кеткен болар еді. Міне сондықтан міне осындай жағдайлар болады. Өлшем бірліктері қысқарып кететін жағдайда ол өлшем бірлігі сей жүйесіне кірмейтін болса да қоя салуға болады да жылдам қысқартып жіберуге болады. Бұл неге бұлай істеледі дегенде, уақыттан ұтып есепті жылдамырақ шығару үшін істеледі мұндай жағдайлар. Мұнда бір ескеріп қояйық. Ал енді ең соңғы жауабымызды осы қатынастан бірден жаза салайын. Жеңіл автомобильдің үдеуінің жүк автомобилінің үдеуіне қатынасы 2-ге тең екен. 8-ді 4-те бөлсек 2 болады. Ал енді бұл қатынаста сәл басқаша беруге де болады. Қалай дегенде, пропорцияның қасиетін білетін оқушы, ол былай жазған болар еді. А1 дәл осы қатынастан ол 2 еселенген А2-ге тең. Ал енді мұның физикалық мағынасы қалай? Физикалық мағынасын қалай айтамыз дегенде, мағынасы сол жеңіл автомобильдің үдеуі есептің берілген шарттарында жүк автомобилінің үдеуінен 2 есе үлкен болады екен. Олай болса, біз мына жауап дегенді сәл асығыс жазып жердік десек, жауапты біз нақтырақ жазуымызға болады. Яғни, мына жерге жазсақ болады. Жеңіл автомобилдің үдеуі 2 есе үлкен деген нақты жауап беруге болады. Бұл дұрыс болады. Міне бірінші есебіміз көріп отқанымыздай, бұл енді механика бөлімінің динамика бөліміне берілген. Өйткені Ньютон заңдары бұл динамика бөлімінің, бүкіл физикадағы динамика бөлімінің негізі Ньютон заңдары. Ньютон заңдарын қолдандық па, күштер туралы айттық па, мұндай есептер динамика бөлімінің есептері болып табылады. Жалпы физиканың үлкен механика деген бөлімінің, динамика деген бөлімі, ол күштер туралы ғылым. Табиғатта қандай күштер бар? Ол күштердің ерекшеліктері, қасиеттері, ол күштер қалай әсер етеді, қай жерде әсер етеді? Міне осындай мәселелерді, күштерге қатысты мәселелерді зерттейтін, үйрететін физиканың бөлімі динамика бөлімі деп аталады. Ал кинематика бөлімі ше? Кинематика бөлімі табиғаттағы механикалық қозғалыстың түрлерін зерттейді. Қандай механикалық қозғалыстар бар? Қозғалыс түрлері бар. Механикалық қозғалыс дегеніміз не? Ол қандай түрлері бар? Әрбір
қозғалыс түрінің қасиеттері, ерекшеліктері, әрбір қозғалысты сипаттайтын шамалар, физикалық шамалар туралы болып тұр әңгіме. Міне осының барлығын анықтап, әрбір қозғалыстың нақты сипаттамаларын беретін, қозғалыс теңдеулерін анықтап беретін, тиісті шамалардың арасындағы байланыстарды анықтап беретін, жалпы табиғаттағы қозғалыс түрлерін, оның ішінде механикалық қозғалыс түрлерін зерттейтін физика бөлімі ол кинематика деп аталады. Осындай бір анықтамаларды еске түсіріп бекітіп кетейік. Бұл анықтамаларды білу физика оқыған әрбір оқушыға міндетті. Бұларды әрбір оқушы білуге тиісті. Ал міне үшінші есебімізді осындай бір қорытындылаумен аяқтадық. Олай болса, бірден келесі төртінші есепке өтіп кете берейік.